Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде жазылып кетейік. Міржақып Дулатұлының жұбайы Ғайнижамал Досымбекова. Ғайнижамалдың ата-анасы Баймұрат пен Қанипа. Әкесі Баймұрат Досымбек дәрігер болған. Олар Омбыда Любинский даңғылы астық базарының жанындағы ағаш үйде тұрған. Досымбековтар отбасында Сара, Ғайнижамал, Гүлшахра есімді 3 қыз дүниеге келген. Әкесі қайтыс болғаннан кейін олардың ағасы Оматай Ғайнижамалдың анасы мен әпкелеріне қамқорлық жасаған. Сара мен Ғайнижамал үйде мұғаліммен бірге оқып, ал ең кішісі 1917 жылы гимназияны бітірген. 29 жастағы Міржақып Дулатұлы мен Ғайнижамал 19 жасында танысады. Үйленгенге дейін Міржақып болашақ қалыңдыққа Гая, біз қосылмас бұрын көптеген мәселелерді шешуіміз керек дейді. Ғайнижамал Досымбекованың айтуы бойынша, жақаңмен қосылу тойымыз Омбыда 1914 жылдың 14 мамырында өтіпті. Үйлену тойымыз Омбыға таяу Каламзино станциясындағы мейрамханада болды. Тойымыздан кейін Омбыға кідірмей Орынборға жүріп кеттік дейді. Дулатовтардың бірінші қызы Гүлнар, одан кейін Аблай, Халида, Наурызбай, Әлібек атты балалары болды. Ақынның балаларының кейбір суреттері сақталса да, олардың өмірі ұзақ болған жоқ. Гүлнардан басқа барлық балалары нәресте кезінде қайтыс болған. 1928 жылы әкесі тұтқындалған кезде Гүлнар небәрі 12 жаста еді. Ол әкесінің барлық мұрасын бір қорапқа жинап, оларды құпия ұстаған. Міржақып Дулатұлы түрмеде отырып, Горкийдің әйелі Пешковаға Ғайнижамалмен кездесуге рұқсат алуға көмектесуін сұрап хат жазған. 2 айдан кейін ол кездесуге рұқсат алған. 1934 жылы Ғайнижамал үлкен қиындықтармен Сосновец аралына ұлы Әлібекпен бірге келген. Міржақып өзінің қиын жағдайға тап болғанын сезіп, Ғайнижамалға елге оралуына кеңес берген. 1935 жылы олардың ұлы Әлібек аурудан қайтыс болғанда, Архангельскіде сүргіннен жаңа оралған Ахмет Байтұрсынұлы Ғайнижамалға келіп, көңіл айтып, Міржақыпқа Әлібектің өлімі туралы жазбауын өтінген. Ғайнижамал сол жылы қараша айында Міржақып Дулатұлы дүниеден өткендігі туралы НКВД-ның қағазын алады. 30 жыл қуғынға түскен Міржақып Дулатұлы сол кезде небәрі 50 жаста еді. Ғайнижамал осы қайғыдан кейін ұзақ өмір сүрмей 1940 жылы қайтыс болады. Осымен біздің шығарылымымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға жазылып, қоңырауды басып қояйық.